Сәлем достар баршаңызға. Бүгін мен өзімнің каналымда сүзбе қосылған тәтті бөлкелер рецептімен бөлісетін боламын. Бұны ватрушки деп те атайды. Енді ыдысымызға жылытылған сүт, 1 ас қасық көлемінде құрғақ ашытқы және 2 ас қасық қант, қасықтың ұшымен шым-шым тұз және 1 жұмыртқа қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстіне аз-аз көлемінде ұн сала отырып, қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Қоюланғанға дейін осылай қасықтың көмегімен араластырып алған болатынмын. Қоюланғаннан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымыздың үстіне 2 ас қасық көлемінде сұйық майды құйып, тағы да бір қайтара басып илейтін боламыз. Бұндағы мақсат сұйық майымыз қамырымызға сіңуі керек. Сол кезде қамырымыз өте жұмсақ болып көтерілетін болады. Енді осы қамырымызды жылы жерге бетін жауып, 1-1,5 сағат көлемінде көтерілгенше қалдыратын боламыз. Достар, қамырымыз көтерілгенше біз салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбеміздің үстіне 2,5 қасық көлемінде, ас қасық көлемінде қант және жүгері крахмал, 1 ас қасық, сонымен қатар 1 жұмыртқа қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қантты қалауларыңыз бойынша құрамын көбейтсеңіздер де болады, яғни тәтті болғанын қаласаңыз егерде. Мендегі сүзбе табиғи, яғни қолдың сүзбесі. Міне достар, біздің қамырымыз көтерілді 1,5 сағат көлемінде. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді қамырларымызды осылай дөңгелектеп шығамыз. Барлық қажетті құрамдарын описанияға қалдыратын боламын. Енді противеніміздің бетіне пергамент қағазын төсеп, үстіне бөлкелерімізді орналастырып шығамыз. Одан кейін осындай бізге стакан қажет болады. Осындай стаканның көмегімен бөлкелеріміздің ортасына осылай ойық салатын боламыз, яғни. Бөлкелеріміздің үстіне осылай бастырып шығатын боламыз. Бұндағы мақсат қазір ортасына біз сүзбелі салмамызды салатын боламыз. 1 ас қасықты өте қатты толтырмай, осылай ортасына салып шығатын боламыз. Міне барлық сүзбемізді салып шыққаннан кейін жұмыртқаның сарысын кистінің көмегімен осылай бөлкелерімізге, яғни айналасына жұмыртқамыздың сарысын жағып шығатын боламыз. Міне енді осы бөлкелерімізді 180 градуста 25-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің сүзбелі бөлкелеріміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай топ-томпақ болып піскен. Міне өте жұмсақ. Енді қазір ортасын кесіп көретін боламыз.
міне достар, өте жұмсақтығында сөз жоқ. Сіздер де дайындап көріңіздер.